Ассаламуалейкум достар. Барлық мамандықтар маңызды болғандықтан қажеттіліктен туады. Солардың ішінде адамға ерсі көрінетін мамандық түрлері де бар. Сіз ондай мамандық атауларын университеттің мамандық тізімінен көрмеген боларсыз. Алайда, ондай мамандық түрлері қоғамға өздігінен қажет болып келеді. Олардың оғаштығы, қызықтылығы мен біртүрлілігі соншалы естіген адам я күлерін, я жыларын білмейді. Бүгін Q-Life арнасы сіздерге жалақысы жоғары, қызықты мамандықтарды көрсететін болады. Аквапаркте қыдырып жүріп тест алушы. Бұл маман иесі жай ғана күні бойы аквапаркте қыдырып, шомылып, ойнап жүруі тиіс. Демала жүріп ақша табу бәрінің арманы емес пе? Міне бұл дәл сол жағдай. Егер осындай жұмыс орнына тұрғың келсе, лайк басып кетші. Қанша адам жай ойнап, күліп жұмыс істегісі келгенін көрейік. Face filler. Бұл қызметкерлер өзгелердің бетін сипап көрген үшін ақша табады. Әрине олар барлығын емес, тек крем жабып көрушілердің бет терісін ұстап көреді. Сол арқылы терінің қаншалықты жұмсарғанын тексереді. Ми алушы. Аты өте қорқынышты екен, бірақ бұл мамандық иелері көбінесе фермаларда жұмыс жасайды. Олардың басты мақсаты соғымға кеткен жануарлардың миын зақымдамай бөліп алу. Ал хайуанаттардың миы ресторандарда таптырмас деликатес. Сағызды шайнап көруші. Бұл қызметкерлерге сағызды шайнап көрген үшін ақша төлейді. Тек ойлап көріңізші, сіз жай сағыз шайнап ақша табасыз. Осындай мамандықтарда болады екен. Иттердің тағамының дәмін татып көруші. Иттердің тағамының дәмді, дәмсіз екенін айта алмайтынын білесіздер. Ал осы мамандар иттерге арналған тағамдардың дәмін татып көреді. Балапанның жынысын анықтаушы. Бұл мамандық алдындағылар сияқты оңай жұмыс емес секілді. Күнінде мыңдаған балапандардың жынысын дұрыс анықтау белгілі шеберлікті қажет етеді. Себебі балапандардың жынысын анықтау оңай емес. Гольф добын суда жүзіп алып беруші. Нағыз джентльмендерге арналған гольф алаңы өзен, көлдердің жағасына салынады. Бұл ойын тәжірибесіз адамдарда ойнауға құмар. Олардың добы белгіленген жерге емес, өзен суларға қарай кетіп жата береді. Сол доптардың алып беруші мамандар жылына $100,000 жуық табыс табады. Осындай жұмыста екі адамның жұмыс кезінде суға батып қайтыс болған тіркелген екен. Сондықтан бұл мамандықты бәрі бірдей атқара алмайды. Жыланның уын алушы. Жыландардың көптеген улы түрлері болатынын білесіздер. Осы тұрғыда жыланның уын алуға осындай маман иелері қажет болады. Жыланның аузын ашып тұрып, уын алу тек кәсіби маманның ғана қолынан келеді. Печеньелерге арналған анықтамалар жазушы. Елдер печенье жеп отырып, оқып отыратын романтикалық анықтамалар мен үзінділерді арнайы мамандар жазады. Сондықтан бұл жай интернеттен алынған сөздер емес, бұны ойлап тауып жазып отыратын арнайы адамдар бар екен. Сия қаламның дәрігері. Ағылшын тілінде бұл мамандық дәл осылай аталады. Олар қаламсаптарды жөндеп, қалпына келтіреді. Біз оқу кезінде жазбайтын қаламды алып жай тастай салатынбыз, бірақ оның сиясын ауыстырып, қалпына келтіретін жұмысшылар бар екен. Динозаврларды тазалаушы. Ал бұл мамандық өте сирек кездеседі. Әлемде ондай тек 3-4 жұмысшы ғана бар екен. Фрэнк Брейстед Вашингтонның мұражайында 30 жылдан бері аптасына 5 рет динозавр қаңқасын арнайы құралмен тазалап келген. Жоғалған үй хайуанаттарды іздеуші. Джим Керридің рөліндегі Эйс Вентураның кинодағы образы ойдан шығарылғанымен, мұндай мамандықтарды өмірде кездеседі. Көптеген адамдар жоғалған үй хайуанаттарын тауып беру үшін қомақты қаржы төлейді. Тіпті кейбіреулер төрт аяқтыларды қалай іздеу керектігі жайлы жеке тәжірибелік орталықтарды ашқан. Әрине болашақ мамандықты таңдау кезінде мансаптық жолмен жақсы табысқа негізделінетінін таңдау дұрыс. Ал сол көптеген жандардың арасындағы санаулы адамдар ғана мамандықты жүрек бұйрығымен таңдайды және өте сирек кездесетін әрі ерекше мамандықты игеріп шығады. Ал сіз қандай маман иесі болғыңыз келеді, немесе сіздің қазіргі мамандығыңыз қандай? Пікірге жаза отырыңыз, маған өте қызықты.
Әрине, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.